Zanziman Elli. Zanziman Elli Afrika құрлығындағы Руандада 1999 жылы дүниеге келген жігіт. Оның жасы бүгінде 23-те. Элли микроцефалиямен ауырады. Микроцефалия деген өмірге келген перзенттің басы әдеттегіден кішкентай болады. Эллидің ерекше болып дүние есігін ашуы көпшілікті таңғалдырды. Жергілікті балалар, тіпті үлкен кісілердің өзі оны әрдайым келмеждеп мазақ етеді. Осының салдарынан Элли уақытының көп бөлігін орманда өткізу үшін үйінен әрдайым қашып кетеді. Оны халық заманауи Маугли деп атап кеткен. Эллидің анасы бұған дейін 5 баланы өмірге алып келген. Алайда тағдырдың тауқыметін кешкен ананың 5 баласы бірінен кейін бірі өліп, ұзақ өмір сүрмеді. Содан біраз уақыт бойы жүкті болуды армандаған атана күні-түні талмай жаратқаннан тағы бір перзент беруді жалбарынып сұрай берген. Нәтижесінде өмірге Элли келеді. Анасы оның өзгеден ерекше болып туылғанын аспаннан түскен ерекше сыйлық деп қабылдайды. Элли кішкентайынан тек сыртқы көрініс емес, сондай-ақ ойлау қабілеті де төмен дамыған. Оның басы кішкентай болғандықтан миы да дамай қалған. Өзге балдар секілді еркін сөйлеп, сауатында аша алмайды. Ол өз болмысынан орманда өмір сүруге бейімделген секілді. Оның аяқтары ұзын болғандықтан өте қатты жүгіреді екен. Физикалық дамуы да ерекше қалыптасқан. Тіпті бір күнде орманның ішін аралап 32 километр шақырымды тоқтамай жүгіреді екен. Сондықтан Эллидің анасы оны әрдайым үйіне қайтару үшін ұстап алуға шамасы да жете бермейді. Анасының айтуынша Элли адамдар секілді тамақ жемейді екен. Ол жануарлар сияқты жеміс-жидек, банан және шөп-шалаңдармен қоректенеді. Оны үйге қайтару үшін анасы әбден тер төгеді. Себебі ол үйде өмір сүруден гөрі орманда өзін жайлы сезінеді. Тіпті алғашында ол туралы бейне жазба түсіруге барған операторлардың өзі онымен ымдап, ишаратпен, әрең дегенде өз-өздеріне үйреткен. Өйткені ол анасынан басқаларды жатырқап сескенеді. Бөтен біреу жақындай қойса қашып жүгіре береді. Қалай болғанда да анасы Эллиді қатты жақсы көретінін айтады. Ол дүниеге келгенде дәрігерлер анасының жағдайы жоқтығын біліп, болашақта Эллиді бағып-қағып өсіру үшін ерекше қамқорлық керегін ескерткен екен. Бұған қарамастан анасы оны ешқашан тастамаймын деп серт беріп, бүгінде шамасы келгенше баласына қарайласып келеді. Элли орманда көбінесе талдың үстінде жүреді екен. Анасы оны ұстап талдан түсіру үшін әрдайым қолына оның мойнына салатын жіптен жасалған арқан алып жүреді. Анасы оның сауатын ашу үшін мектепке бергісі келеді, бірақ баланың миы сабақ алатындай дамымаған. Бір сөзбен айтқанда, Элли жануарлар секілді тіршілік ету үшін өзігінен азық тауып жей алады, алайда ол жұрт қатарлы білім алуға мүмкіндігі жоқ. Дәрігерлер оның денсаулығын жан-жақты зерттеп, дәл осындай тұжырымға келген. Алғашында жергілікті халықтың барлығы оның шөп-шалаң жегенін көріп, адам қатарынан емес деп тиісе бастаған. Бұл әрине анасының жүрегін жаралайтын. Элли болса анасына басқа ешкімге керек емес екенін білетіндей, ол тек анасының жанында өзін қауіпсіз сезінеді. Анасының айтуынша оның алдында адамдар жейтін тамақты ұсынып, қанша әрекет жасағанмен қарны ашса да жеміс пен шөп-шалаң тауып жейді екен. Эллидің ең жақсы көретін тамағы банан. Жергілікті аймақта жемістерді тауып жеу қиын, әрі анасының баласына әрдайым жеміс сатып алып беруге шамасы да келмейді. Сондықтан ол көп жағдайда орманнан өз азығын тауып жейді екен. Сонымен қатар Элли әдеттегі бала секілді ойнауды да білмейді. Ол тек үй мен орманның арасында жүгіре береді. Эллидің мұндай жағдайын көрген жергілікті тілшілер ол туралы ақпараттар таратып, оның қоғаммен бірге біте қайнасып, адамдарға үйреніп кетуіне жан-жақты көмек көрсетуге атсалысып жатыр. Бүгінде Эллидің анасына қайырымдылық жасап, қаражат жинап жатқан адамдар баршылық. Бұған қоса демеушілік көрсетіп, Эллиді арнайы білім алатын орталыққа өзі секілді кеміс туылған ерекше балаларының арасына орналастырған. Эллидің қазіргі жағдайы мүлде басқа. Орталықта оған қалам ұстатып, параққа сызу салып үйрету жұмыстары жүріп жатыр. Ол өзгелер секілді велосипед айдап, әдемі киінуге бейімделіп келеді. Анасы баласының осындай өзгеріске түсіп жатқанына және қайырымды жандар қол ұшын беріп отырғанына дән ризашылығын білдіреді. Қазір Элли әсте-әсте адамдармен қарым-қатынас жасауда үйреніп келеді. Орталық тәрбиешілерінің айтуынша, мұндай балаларға ең алдымен әжетханаға өзі барып келуді және тамақты өз қолымен жеуді үйретеді екен. Осының салдарынан бүгінде Элли адамдар секілді тамақты жеуге бейімделген, өзіне қажетті заттарды алып жинауды, кірлеген киімдерді жууды үйренген.
тіпті өздігінен басын жууға да бейімделген. Сондай-ақ орталық тәрбиешілері Эллидің велосипед айдауға деген қызығушылығы барын аңғарған. Ендігі жерде өзгелер секілді білім алып, қоғамға сіңісіп кетеді ме, жоқ па, ол енді уақыттың еншісінде. Қалай дегенімен, Эллидің анасы мұндай ерекше баласынан бас тартпай, дәрігердің сөздерінен қорықпай, өзгелердің сөгістеріне мұңаймай, Құдайдың берген сынағына сынбай, қандай жағдай болса да, баласының жанынан табылғандығын батырлық дер едім. Осындай жағдайды көріп, ананың баласына деген мейірімі шексіз болатындығына тағы бір куә болғандаймыз.